Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай пышный бисквиттің рецебімен бөлісетін боламын. Мен керекті заттарды алдын ала дайындап алдым. Бөлме температурасындағы 4 жұмыртқа қажет, және ыдысымыз бен венчигіміз міндетті түрде құрғақ болуы керек. 145 грамм қантты бірнеше бөлікке бөліп, біртіндеп салдым. Ұнды да дәл солай бірнеше бөлікке бөліп, біртіндеп салатын боламыз. Мен ұн мен разрыхлительді алдын ала араластырып алдым. 145 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель қажет. Массамыз біркелкі болғанша жақсылап шайқаймыз. Міне біздің массамыз дайын. Дайын формамызға саламыз. 160 градуста 30-40 минут пісіретін боламыз. Менде форманың диаметрі 20 сантиметр. Осылай бисквит суыған соң пышақтың көмегімен формадан шығарып аламыз. Менде осындай бисквит шықты. Мен массаны екіге бөліп пісірген болатынмын. Біреу осылай үлкен, біреу кішірақ. Үлкен бисквитті екіге бөлдім. Сонда менде 3 бисквит шықты. Сіздер бөлмей-ақ бәрін бірден пісірсеңіздер болады.